Төрткүл әлем көз тіккен 4 жылдықтың басты додасы Париж Олимпиадасының қарсаңында Оралда бокс клубы пайдалануға берілді. Спорт кешені Атымтай Жомарт Азаматтың қаражаты есебінен бой көтерді. Мұнда 10 жастан асқан балалар тегін жаттығатын болады. Арон Акиев шыңғырлау бокс мектебінің түлегі. Жасында жарқылдап шаршауды білмей шаршы алаңда талай қарсыласты шаңғаптырған спортшы. Біраз уақыт бокстан ұзаңқырап, кәсіпкерлікпен айналысқан азамат. Осыдан 2 жыл бұрын Орал қаласында спорт кешенінің құрылысын қолға алған. Мұндағы мақсаты талантты балалардың бокспен шұғылдануына жағдай туғызу. Мы поставили спортзал. Спорт клубының аумағы 400 шаршы метр. Барлық талапқа сай заманауи құрал жабдықпен қамтамасыз етілген. Бір мезгілде 30 адамды қабылдай аламыз. Жаттығулар 1 қыркүйекте басталады. Мақсатымыз боксқа қызығушылығы бар балаларға жан-жақты қолдау көрсету, тәрбиелеу. Кешеннің ашылу салтанатына облыс әкімінің орынбасары Қалияр Айтмұхамбетов, облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Жеңіс Нығметуллин қатысты. Қазақ боксының имиджін арттыруға бағытталған шараға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Рио-де-Жанейродағы жазғы Олимпиада ойындарының жеңімпазы жерлесіміз Данияр Елеусіновтің әкесі және жеке бапкері Марат Елеусінов, бокстан ересектер арасындағы әлем біріншілігінің алтын жүлдегері, Қазақстанның еңбек сіңірген спорт шебері Галип Жафаров арнайы келді. Жақсы талантты балалар қай жерде де бар. Қазақстанның қай өңірінде болсын, барлық жерде де бар. Сол таңдай таланттарды таба білу керек, сосын жаңағы дұрыс жақсы жұмыс жасау керек. Жағдай қазір бар, бұрынғыдай емес. Енді Даниярмен Дәурен кезінде енді пединститутта подвалда залдан шықты ғой, енді мынандай зал қазір енді бұл деген ішінде қонып жұмыс істеуге болады сияқты. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Бокс клубы алғашында 30 баланы қабылдамақ. Мұнда 8-10 жастан асқан жеткіншектер тәрбиеленетін болады. Жаңа залда жаттыққысы келетіндердің қатары қазірдің өзінде аз емес. Біз бүгін алғашқы жаттығуымыз жасап жатыр. Осы зал мен үшін күшті деп ойлаймын. Осындай залдар күшті болып заманауи бола берсін. Өзімнің арманым осылай чемпион болып өсу. Арон Акиев болашақта бокс спорт кешені жанынан ауыл балаларына арнап жатақхана салуды көздеп отыр. Басты мақсаты әлемдік додаларда ел мерейін үстем етіп, көк байрағымызды көкте желбірететін чемпиондар тәрбиелеп шығару. Динара Жұмабекқызы, Әділбек Исақов, Алихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.